Сәлем достар, бүгін мен сіздерге уақытқа байланысты prepositionдер at, in, onға байланысты ең оңай түрін көрсететін боламын. Тез ақша таба аласыз осы видеодан кейін. Пирамиданы төңкеріп саламыз, төменде мен орналасқан. Ғасырлар туралы әңгіме айтатын болсам, ол 19 ғасырдың соңында болған, 1970 жыл болған дейтін болсам, ол бізге өте алыс орналасқан. Сондықтан да біз in қолданамыз. Ең алысқа in қолданамыз. Бұл кезде in 1970, in 1970. Одан бөлек мен жыл мезгілдерін айтатын болсам, жыл мезгілдері бізге алыс қой. Қазір қыс уақыты болса, жаз бізге алыс қой. Жалпы бізге жыл мезгілдері алыс. Сондықтан да in summer. Кейін нақты ай in November. Бірақ күнін білмейміз, бізге алыс қой. Күні нақты белгісіз, әйтеуір November. Қай жылы, мысалы 1970 жылдың ноябрь айында, бірақ күнін білмейсіз, сізге ол алыс. Ал егер күнін кішкене білсеңіз, ол уже жақындау. Міне 10. Ноябрьдің 7-сі деп айтсаңыз, 10 November 7-сі, иә? 10 Monday, апта күндері кішкене жақын ғой бізге. Сондықтан да 10-ды қолданасыз. 10 Monday evening. Дүйсенбінің кеші бізге жақын ғой. Жақын. Ал бұдан да жақын бізде at бар. At самый жақын. Бұл жерде апта бізге одан да жақын ғой. Күннен де жақын. Сондықтан да at the weekend болады. At 7 o'clock болады. Бізге сағат жақын ғой. Аптаға қарағанда. Сағатқа қарағанда бізге жаңағыдай түн жақын ғой. Нақты түн жақын. At midnight, күн ортасы жақын. Бізге нақты күн ортасы. Кеше ғана болған, бүгін күн ортасы деген сияқты. At noon, кешегі түн, например, жақын ғой. Бұл кезде барлығына at-ті қолданамыз. Міне, схема тура осындай. Осылай жаттап алатын болсаңыздар, сізге өте оңай болады және шатаспайсыз. Бірақ та ережеге мына үшеуі бағынбайды. Бұл бізде жаңағыдай morning, afternoon, evening, неге at емес десеңіздер, бұл үшеуі ережеге мүлде бағынбайды. Сондықтан да in the morning, in the afternoon, in the evening, at night болады. Мына үшеуін жаттап алыңыздар. Инға кіреді.